мұсылман деген кім дейді ғой? Мұсылман деген дейді, ол мұсылман ешкімде шарасы жоқ адам, өзімен айналысатын. Әлгі Шәкәрім айтады ғой, бойыңды тазалап, өз ойыңды мазалап, біреудің мінін тергенше, өзімен күрес өлгенше дейді. Не керек ол? Біреумен алысып, өзімен алысшы. Бірақ сөз өзімен алыс. Ал өзімен алыспайтын адам біреумен алысады. Адам өзімен алысу керек. Өйткені баяғыда бір кісіні имам қылып сайлайын деп жатыр дейді, имам қылып. Сосын бір көршісі көре алмай айтады дейді. Нағып сені имамға сайлайды? Неге мені сайламайды? Неге басқаны сайламайды? Қоймайды дейді. Неге сен имам болуың керек? Сосын қойшы, айналайын, басымды ауыртпашы, мен емес қой сайлап жатыр. Қоймайды. Жоқ, сен айтшы өзі. Сенің мысалы менен қандай айырмашылығым бар? Неге сені сайлайды, неге мені сайлап қоймайды дейді. Сонда дейді, айналайын. Менің сенен айырмашылығым менің өзгеде шаруам жоқ деп айтады дейді. Шаруасы болмау керек қой. Өзіңмен айналыссайшы. ар жақта да өзің жауап бересің. Сонда Шәкәрім айтады ғой, таза емес деп, таза емес деп шекпен, сыртында киім. Таза емес деп шекпен, сыртын көріп мін тақпа. Әркім орар еккен өз ішіңді салмақта. Ол не жақсы, не жаман, оның жүгі сенде емес. Десе біреу, мен аман, кемшіліктен кенде емес дейді. Ол мұсылмандық деген сол өзі. Әркім өзімен айналысу керек.